бізде редекс бағдарламасы бойынша сіздермен бір кітап талқылау шарасын өткізейік деп тұрмыз. Бұл редекс бағдарламасы кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру. Қандай кітаптар оқыды, соны енді қысқаша түсіндіріп, сосын талқыға салайық. Қазақстанда мысалы ерболдың оқуға түсуі, жазушылыққа бет бұруы деген сияқты және ментайды кездестіруі деген. Бірақ бұл жерде бір ғана ербол мен ментайды тағдыры ғана емес, қаншама адамдар, Мәриямның тағдыры мысалға сол сияқты көптеген адамдар тағдыр тоғысқан шығарма деп білемін. Және соңында айта кететін болсақ, бұл жерде адамның негізгі бұл жерде нақты айтылған ой, бұл бізде адамдардың бір-біріне қамқоршылығы және бір-біріне деген сүйіспеншілігі, бір-біріне деген көмегі. Мысалға ербол деген алғашқы қалуы, кішкентайынан қорғаны болып келіп, қорғаны бір-ақ адам болды да оның. Сосын қорғаннан айырылған сәтте бәрі теріс айналып, ешкім оны ұнатпай жаңағы. Тіпті үйіне кіргізбей, ол негізі есі бар кезде үйінде ұйықтаушы еді ғой. Шығарманың басы жаңағы Сәрсенбай қыздың әкесі туралы басталады. Тек қана байлыққа құныққан, сонда елді басқарып қалған адамның екінші әйел алып, тоқал алып, жаңағыдан қыз сүюі арқылы оқиға басталады. Екінші әйелі яғни көрші ауылдағы өзінен 30 жас кішкентай қыз баланы алады, 15 жастағы шолпанды тоқалды қалады. Сол шолпаннан бізде қыз бала туылады, бірақ барлығы ер баланы түскен болады. Табиғатты суреттейді ғой, сол кездегі жаңағы қасқырлардың апанын көрсетіп. Екі-үш ескі апан болады. Ол кезден адамдар өтіп жүрген кезде жаңадан апан қазылғанын көреді. Ол кезде ақ қасқыр күшікті. Керек ол бауырларын өлтірген кек алады. Өз сосын жүгін өлтірген кек алады, сосын құрмашты өлтіреді ол. Исабековтың Гауһартас атты шығармасы кітабы. Жалпы бұл жерде екі ағайынды, жалпы Алматы облысындағы бір шағын отбасы жайлы суреттеледі. Ол жерде екі ағайынды болады. Басты кейіпкерлер, олардың есімі Ыбыш және Қайыркен. Ыбыш деген үлкен ағасы. Әкесі қатал кісі болады. Сол баласын Ыбышты өзіне жақын қылып өсіреді, қатал мінезді, тек қана түзде жүретін, ешқандай мейірімділігі жоқ, осындай бір қатал кісі етіп өсіріп тәрбиеледі. Ал Қайыркен керісінше өзінің анасына ұқсаған ашық мінезді, күлегеш, сондай шығармашыл адам болып өседі. Екеуі бір ана бір әкеден тәрбие алса да, екеуінің мінезі екі түрлі болады. Одан кейін шердің айқас жайында баяндалады. Жалпы бізде бірінші бөлім, ол бізде Қамыстағы үй бөлімі бойынша басталады. Ол жерде біз Шахан мен шердің арасындағы айқаспен суретке кетеді. Ол жерде бізде Сәмен мен Ажар жолбарыс, яғни хайуан қолынан қаза тапқандығы, жазым болғандығы жайында біле аламыз. Жалпы ол кезде жолбарыс аулау, жалпы қазақтың машықты өнері болған, яғни ол кезде жолбарыстың теріс ілінбегенде найзастар ұлтымайды деген ұстаным болған. Яғни ол заманда Шыға және оның ашығы Абдрахман болып табылады. Абдрахман бұл бізде өте кедей отбасынан шыққан, бірақ оқуға талпынған, өте оқыған бір мұғалімнің бірі болып табылады. Ауыл балаларын оқытқан өте бір зерек адамның бірі. Осы бір қасиетіне Шығаға шық болады. Жалпы шығарманың басы екі жолаушының Шығаны бейнелеуіне басталады. Шыға десе Шыға, ай десе аузы бар, өте сондай сұлу қыздың бірі. Артынан көптеген жігіттер әрине хат жазып жүгірген, былай да іс-әрекеттер жасап жүгірген, бірақ Шығаның көзі бұл қарапайым бір отбасынан шыққан Абдрахманға түседі. Мен айтатын шығарма Спандияр Көбе қалың мал шығармасы. Бұл жерде әйел теңсіздігі, яғни ең басында 60-та алтындаған Тұрлығұл дейтін бай болады. Және де оның қанша дейтін 55 жастағы бәйбішесі қайтыс болады. Одан кейін ол өзіне тоқал іздейді. Сол тоқал іздеген кезде Итбайдың Ғайша дейтін қыз болады, 15 жастағы. Ол өзіне сол қызды тоқал қылып алғысы келеді, көзі түсіп жүреді. Ал бірақ Ғайша